тіл көбірек білетін болса, жігітке дайындалатын мәселелер көп. Осыны тоқталып кетейікші жалпы. Қаланың қызына жақындамаңдар. Одан басқа не дайындық керек? Ауылда да неше түрлі қыздар бар. Абай болу керек та. Бір жылдан кейін немесе жарты жылдан кейін ажырасып кеткен. Берсеңдер бір дұрыс алтын бермейсіңдер ме деген сияқты осындай тақырыптар көп та бізде. Қыздың қалмалы өсіп кеткен. Ала алмайсыз ба, шамаңыз келмей ме, онда қинамаңыз. Онда жаңағы айтқандай құмырсқа жолыңды біл. Білекке, күшке алып келеді ғой. Мен енді өзім де куәмін. Бір қыздармен сөйлеседі, оларды күлдіреді. Соның да өзім. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта отбасылық саласы бойынша кеңесші, сарапшы және тренер Ақан Бергенбай мырза. Қош келдіңіз аға. Қош болдық. Шақыруымызды қабыл алып, арнайы Алматыдан ақтөбеге келдіңіз. Алғыс білдіреміз. Шаршамай жақсы жетіп алдыңыз ба? Жақсы. Алматы қалай? Алматы шүкір. Көктем келді Алматыға. Ақан аға, мынау дайындықсыз үйленбе деген кітап менің қолымда. Ол енді сіздің жеке туындыңыз, ең алғашқы төл кітабыңыз. Бәрекелді. Жалпы атының өзі дайындықсыз үйленбе. Шыны керек, біздің қоғамда, мен өзімді алсам да, үйленген кезде біздегі түсінік мынандай еді. Қалмал төлейтін ақшасы болса, той жасайтын, беташар жасайтын ақшасы болса, қызы болса болды. Одан басқа не дайындық керек деген. Осындай өлшеммен қоғамда да үйленіп жатқан азаматтар көп. Соның да өзім. Мысалға. Сонда жалпы үйленетін азаматтар не нәрседе дайындалу керек өзі аға? Осыны тоқталып кетейікші жалпы. Жігітке келетін болсақ, жігітке дайындалатын мәселелер көп. Бұл жердегі жауапкершілікті біз егер бөлетін болсақ, жауапкершіліктің түрлері көп та. Мысалға, енді біраз жігіттер бізде, қазақи жігіттер, материалды жауапкершілік дейміз ғой. Оның ішіне, материалды жауапкершіліктің ішіне баспанасы, ертең өзі тұратын, жаңағы болашақ өзінің жұбайын тұрғызатын, оның тамағы, киім-кешегі, дәрі-дәрмегі, қажеттілігі деген сияқты сон бір материалдық қажеттіліктер. Және бұл бір болатын болса, бір ғана жауапкершілік. Одан басқа да жауапкершіліктер бар ғой жігітте. Оның ішіне мысалға екеуінің қарым-қатынасына жауап беру, әйел адамның эмоциясына, мысалға эмоциялық қарым-қатынас, эмоциясына жауап беру. Одан кейін барып әйел адамның рухани жағы бар. Оның бәрін былай айтқан жан-жақты жауапкершілікке алу әйел адамның. Оның мысалға интеллекті бар, танымдық интеллекті бар. Егер де ер адам толық мен отбасына жауаптымын десе, бұның барлығын қамту керек деп түсінемін да, ер адам. Сонда жігіт қызды таппай тұрып дайындалу керек дейміз ғой біз енді. Жаңа өзіңіз сияқты, менде ақша бар, немесе әкем үйлендірем деп айтқан, тойын өзі жасап береді, немесе мен жұмыс істеп жүрмін, шамамен қазір осынша миллион жинап қалдым. Той жасауға, қалмал беруге, басқасына бәріне жетеді деген сияқты. Ал бұл жерде бағанағы жауапкершіліктердің түрлерімен танысу, одан кейін әрқайсысыменен тарқатып, оны түсіне алу, бұл жерде не істеуім керек, мына жерде нені білуім керек деген кезде. Мысалға, қарым-қатынасқа жауаптымын деп, егер жауапкершілікті ер адам ала алатын болса, онда ол қарым-қатынас жауапкершілігінде әйелмен қарым-қатынас құру үшін әйелге не қажет? Әйел не күтеді? Эмоция дегеніміз әйелдің көңілі, оның көңілі қалай сусындайды, оның көңілі қашан суиды, оның көңілі қашан, мысалға дегенде бір көтеріледі, немесе оның жалпы көңіл, әйел адамның көңілі деген не, әйел адам табиғаты деген сияқты осы мәселелерді танысу керек. Ол үшін жігітке білім керек, кітаптар оқу керек, курстарға қатысама, түрлі қазір мысалы енді қол жетімді ғой ақпарат. Қаншама, мысалы, егер де ол бірнеше тіл білетін болса, тіпті неғылым тіл көбірек білетін болса, оның сол ақпаратқа қол жеткізуге болады. Онда мүмкіндік көбейеді деген сөз ғой. Есіктері көбейеді. Сосын тағы да өте маңызды бір дүние бұл жерде. Бұл ер адам өзінің эмоциясымен жұмыс істей алу. Өйткені егер болашақта отбасын басқарам деген ода ниет болатын болса өзі, ниет дейміз, мақсат болатын болса, мен отбасының отағасы болғым келеді,
мен отбасының басшысы болғым келеді, орысша айтқан хозяин дома. Одан кейін шынайы сол атқа сай отағасы болғым келеді десе, онда ол өзін басқарып үйрену керек қой. Ал өзін басқара алмаған адам, ол қарым-қатынасты да басқара алмайды, отбасын да басқара алмайды ертең. Біз енді басқару дегенге де көбісі мына бір білекке, күшке алып келеді ғой. Бұл ұзаққа бармайды. Талай адамдар бар, осы мен ұстаған, осы мен қорқытқан деген сияқты. Ал эмоция тақырыбы деген ол енді қазір трендте ғой бұл тақырып өзі. Көп адамдар қазір осыдан сөйлеп жүр. Эмоциональный интеллект дейді, қазақша біз енді эмоциялық интеллект дейміз бұны. Өзінің сезімін тану, сол арқылы өзін басқару, сол арқылы қарым-қатынасты басқару, қасындағы кісінің сезімін біле алу деген нәрселер бар да. Яғни ол мысалы әйел адамның, енді сезім ер адамда, әйел адамда бар ғой, бірақ әйел адамның сезімі көбірек, және біздегі стереотип жалпы. Әйел адам ол сезімнің адамы деп айтамыз. Айтамыз оны. Бұл да эмоция, әйелде басым, әйел өзі эмоцияның адамы деп айтамыз да. Бірақ оның эмоциясын зерттемейміз. Мәселе осы жерде, мысалға, бұл жердегі мәселе алып алғаннан кейін походу дейді ғой, көш жүреді түзеледі деген сияқты. Қиын, көре жатамыз, таныса жатамыз ғой деген. Немесе бір жігіттер бүйтіп алданады. Жас кезінде дейік, жігіт кезінде мектеп қабырғасында мекен, жоқ әлі университеттің кезінде мекен, бір қыздармен сөйлеседі, оларды күлдіреді, олардың көңілін көтереді, тілін табады. Қыздармен сөйлескен кезде қыздар кәдімгідей бір риза болып, буындары болса, бір елжіреп қалады ана жігіттің әңгімесінен кейін. Сөйтіп жігіт алданады ғой, мен әйелдердің кілтін керемет білем, немесе әйелдің табиғатының мен үшін бес саусақтай белгілі деген сияқты сөйтіп алданады. Өйткені ол бөтен әйел, ол бөтен қыз. Қыздар өйткені бөтен ер адаммен басқаша қарым-қатынас жасайды, күйеуімен мүлдем басқаша қарым-қатынас жасайды. Осы екеуін ажыратып алу. Сонда жаңағы қайтып келетін болсақ, бағана материалдық жауапкершілік, ол өз алдына, одан кейін арадағы қарым-қатынастың жауапкершілігін ала ала ма? Ол үшін бағана айтқандай, өзін басқара алу керек болады, қарым-қатынасты басқару керек болады деген сияқты. Енді бұл жерде тағы бір мәселе бар. Өзінің отбасын дайындау деген, бұл үлкен тақырып. Ата-анасын дайындау. Ата-анасын дайындау. Өйткені енді бізде бәрі болмаса да, мысалы біразының көбінің дейікші ата-анасы бар, Аллаға шүкір өмірде. Анасы бар. Немесе біреудің мысалы ата-анасы бар, біреудің анасы бар, әкесі жоқ. Біреудің әкесі бар, анасы жоқ деген сияқты түрлі жағдайлар бар ғой. Жоқ деген ағалары бар, жеңгелері бар, әпкелері бар деген сияқты. Солармен қарым-қатынасқа дайындау. Бұл да өте маңызды дүние. Біз енді бұны алып келген әйелді, немесе алатын келінді додаға салу деп айтамыз да. Әкеліп оны додаға салып жібереді, болды. Өзің былай айтқанда, өзің шығасың ғой деп па? Өзің енді өз күніңді өзің көр, орысша айтқанда выживай деген әңгіме ғой. Жан сақта енді осы жерден бірден. Ағамыз ана, бізде бүгінгі таңда жастардың арасында мынандай түсінік бар. Үйлену үшін білмеймін, белгілі не 2 жыл, не 1 жыл, не 5 жыл жүру деген түсінік бар да. Қыз жігіт болып қол ұстасып, мысалға. Кейде болмайды ғой енді, бұл қалай деп сұрақ қойып, осылай айтып жатсаң, енді мен тануым керек қой дейді. Қыз жігітті, жігіт қызды мен тануым керек дейді. Сөйтіп үйленген отбасыларды да көрдік, 1 жылдан кейін немесе жарты жылдан кейін ажырасып кеткен. Осы тұста біз неден ақсап жатырмыз? Немесе осы тану мәселесі бізде қалай болған? Қазақта жалпы енді өзіңіз осы саланың мамансыз ғой. Бізде қазақта қалай таныған, жігітті қалай таныған, үйленетін қызын қалай таныған дегендей. Енді бұрынғы тарихты қарайтын болсақ, менің мысалға танымайтын жерде негізі жігіт өзі барып алу деген енді ол өте болса да сирек болған ау. Негізі біз енді тарихқа қарайтын болсақ, мысалы Абайдың тарихына қарасақ та, Құнанбай мысалы қалай алып берген Абайға мысалға деймін. Яғни бұл жерде екі жақта келісіммен жүзеге енді сау жағдайда жалпы қарым-қатынаста менің түсінігімде ол екі тарапты ақылдасып келісіп отыр болатын дүние. Ол дегеніміз ата-ана мысалға бәленшенің қызын деп ұсынады. Ол бәленшенің мысалға деймін енді қызы деп ұсынған кезде оны бұрыннан таниды ол.
Ол бүгін кеше кездескен адам емес. Ол бұрыннан таниды, бұрыннан бері қарым-қатынаста, олармен байланысты алыс берісі бар, қонаққа барған, қонаққа шақырған деген сияқты, арада дорба жүрген, ат жүрген деген сияқты нелер бар да әртүрлі. Сонда жігітке қызды көрсетеді, сосын барып оны таныстырады, әке-шешесі мынадай, қызы мынадай. Өйткені қызды мүмкін туғаннан бері тумай тұрып ата-анасын тануы мүмкін да ол қызды. Ол қыздың мысалға дейді, дүниеге келмей тұрған ата-анасында дейді. Кішкентай кезінен бастап оның көз алдында өскен болуы мүмкін деген сияқты. Немесе осыдан бірнеше жыл бұрын артқа айтатын болсақ, бір ауылдың қыз бен жігіті үйленген кезде қалай үйленетін еді? Ауылдағы кісілер бәрі бір-бірін таниды. Оның отбасын таниды, оның арғы аталарын таниды, қайдан шыққан, тарихын біледі олар. Қыз, мысалы, көз алдарында мектепте мысалы оқыды, өсті, ол отбасының жалпы ішкі жағдайын, ауа райын білетін адамдар ғой. Ол кезде жеңіледі. Ал ойлаңыз, қазір мысалға мүлдем басқа жақтан алады. Неме жарайды, бір облыстан алғанның өзінде ауданы бөлек, ауылы бөлек. Оның өскен ортасы бөлек, оны білмейді бір-бірін. Бұл жаңа тануға қатысты. Ал енді жігіт пен қыз қанша уақыт бірге жүрсе де бір-бірін тани алмайтыны бізге қазір былай айтқанда факт болып тұр ғой деймін да. Бір-бірін танымайды, танысады, танымайды да бірақ. Атын білуі мүмкін? Атын біледі, көп біраз нәрсесін біледі ғой енді. Оның жаңағы талғамын білуі мүмкін, қалауын білуі мүмкін, оның белгілі мысалға танымдық интеллектін білуі мүмкін, қай пәннен мықты екенін білуі мүмкін, белгілі бір мінезін білуі мүмкін, бірақ толықтай тану деген нәрсе бар да. Толық тану. Одан кейін ол жаңағы белгілі деңгейде танымады, яғни тек бір танымы шамалы ғана болды дейік. Бірақ әр жағында өзін басқару деген бар ғой, ол жүзеге аспады ғой. Мысалға, қасындағы адамның жағдайын сезіну деген жүзеге аспады жігіттің тарапынан. Келінді әкелетін майдан дайын емес. Өткен жолы бір жігіт келді да менің алдыма. Сөйтіп жаңағы бір қызбен сөйлесіп жатыр екен. Сол қызды сізге көрсетсем бола ма деген бір сұрақ болды да сол жерде. Сол сөйлесіп үйінің жағдайын айтты да. Қарасам ана жақта кәдімгідей енді от болып жатыр ғой үйінде. Өзінің мысалы ата-анасымен қарым-қатынасы дұрыс емес, әкесімен шешілмеген біраз нәрсе, анасымен шешілмеген. Мен айтамын, сіз былай айтқанда өзінің тілінде шақ қондыру үшін деймін да. Әлі әуежай дайын емес қой деймін да сізге. Сол үшін сіз оны емес қазір мына жақты дайындауды бірінші қолға алыңыз деп жатырмын да. Ал қызды алып келе салады, үйлену оңай ма? Қазақ үйлену оңай. Алып жаңағы қызды келіседі, келісімді алады да, ұзатып алып келе салады, болды. Бірақ одан кейін ше деген сияқты. Қызықтың біраз содан кейін басталады ғой. Жақсы. Енді сіз осы тұста қандай бір ұсыныс айтқан болар едіңіз нақты? Бұлай істесе, жалпы жастар бүгінгідей ажырасу несі болмайтын еді мысалға. Енді жігітпен қыздың танысуы болсын. Енді сіз енді бәрін таныстырып үлгермейтін шығарсыз жалпы. Енді сіздің біз білеміз, әлем отбасы деген орталығыңыз бар. Отбасы әлемі. Отбасы әлемі. Енді бәрі сізге барып үлгермейді ғой. Бірақ енді сіз осы сәтте пайдаланып тағы не айтқан болар едіңіз? Қалай танысқан дұрыс? Қалай таңдаған дұрыс? Таңдаған кезде неге мән берген дұрыс деген мәселе. Жігітке де қызға да. Бұл жерде енді біз үйленбек, дайындықсыз үйленбек кітабында осы жерде таңдайтын кезде, яғни әлі кандидат табылмай тұрған кезде, қызға болсын, жігітке болсын. Осы жерде біз бұтақ діңгек, бұтақ жапырақ деп бөлгенбіз да. Адам өзі негізгі өзіне қажетті діңгектерді анықтап алу керек дегенбіз. Ал ол үшін оның алғы шарты бар. Оның алғы шарты мен кіммін деген сұраққа жауап беру. Өйткені мен біраз адамдар өзін танымай, өзіне былай айтқан жар, жұбай іздеп кетеді ғой. Өзінің жартысын іздеп кетеді. Ал ол өте бұл жерде маңызды бір сұрақ. Ол мен кіммін? Яғни мен кіммін деген кезде өзін болашақты қалай көреді? Осы дүниедегі армандары қандай? Мақсаттары қандай? Құндылықтары қандай?
көзқарастары қандай, наным сенімі қандай, өзінің ұстанымдары қандай, біраз сұрақтар бар да, бұл әркім өзіне жауап беретін. Және ол установка дейді ғой қазір, енді қазір орыс тілінде ол біреудің бір қондырып берген нәрсесі емес, ол өзінің ішкі дүниесінен туындаған нәрсе болу керек та ол. Сонда адам егер шын мәнінде осыған бекем болып өзінің ішінен шығатын болса, менің құндылықтарым мынадай, мен мына нәрсеге сенем, мен мына нәрселерді ұстанам, менің өмірдегі мақсаттарым осындай, мен болашақта өзімді осылай көремін деген нақты, орысша айтқанда видение дейді ғой, вижн болатын болса ода, сонда автоматты түрде маған қандай адам керек екені белгілі болады да. Ал біздегі қазір мысалға, қазір 18-де 20-дағы бір жас енді бір жігітке немесе қыз балаға келіп, бой жеткен қызға сұрайтын болсаңыз, тұрмысқа шығуға дайынсыз ба деп, жоқ, әлі дайын емеспін дейді. Неге дейсіз ғой, енді әлі жаспын, дайын емеспін деген сияқты. Оның дайын болуына мен айтатын нәрсем, бірақ фактор жеткілікті ғой, енді біз қазір тәжірибеде көріп жүрген көпшілік жастарға енді қатысты дүние деп түсінем да. Қашан ол біреуге ғашық болып басы кетеді, сол күні дайын бола қалады ғой. Яғни бірақ нәрсе, ғашықтық сезім ол үшін дайын болуға жеткілікті болып тұр ғой. Бүгін ғашық болса, ертең үйленемін деп шығады ғой. Сен алды күні дайын емеспін деп едің ғой деген сияқты. Болды, мен солай шештім деген сияқты. Сонда ғашықтық сезімменен шешім қабылдау бұл дұрыс емес қой. Бұл біраз адам катастрофа алып келіп тұр ғой. Өйткені ғашықтық сезімі деген ол анау бір менің түсінігімде махаббат сезімінен бөлек ол. Яғни ғашықтық сезімі деген ол бір кісі айтпақшы, ол біздің бір клиент айтады ғой. Ғашықтық сезім ол мастық сезімі сияқты дейді. Бір күні ұйқыдан оянсаң, таңертең жоқ дейді ол сезімі. Яғни бұл қанша адамның ғашықтығы белгілі бір себептерін бір аз ғана уақытта, мысалы бір жағдай болады, сол жағдайда жоқ болып кетуі мүмкін да. Мысалы, екінші адамның бір қылығын көрді, білмеймін, бір ұнамайтын бір әрекет жасалды, оны қабылдай алмады, басқа болса бітті, ғашықтық сезімі жоқ та. Өйткені бұл жердегі сезім сонда маңызды емес па деген сұрақ қойылады бізге. Сезім маңызды, сезім керек. Жоқ дегенде симпатия болу керек дейміз да. Ұнату керек адам өзінің жаңағы болашақ жарын, жұбайын деген сияқты. Бірақ ақыл сол сезімнің алдына шығару керек деймін да. Сезімді тізгіндеп, тойдан кейін барып аттың басын жібересіз сосын. Ал енді бізде біраз адамдар үйіп, төгіліп, жаңағыдай сезімді шығарып, тойға дейін. Одан кейін барып бір ерлі зайыпқа ұқсамай жүреді да. Қанша ерлі зайыптыларды айтамын да. Мен осыда бір інімнің сөзі есіме түсіп тұрды да. Енді сол қызды қолына түсіргенше, үйленгенше, жаңағы шаршап, шалдығып, бағын жұмсап, үйіне әкеп болғаннан кейін жаңағы арқасын кеңге салып, қолым алдым-ау деген. Бұл да дұрыс емес пе негіз? Бұл енді ер адамдардың психологиясы ғой бұл. Қолға түскенше дейін деген ғой. Жақсы. Енді алып қашу деген мәселеге көзқарасың қалай аға? Мысалға бүгін таңда көп жігіттерге үлкен кісілер ақыл айтып жатады. Үйленбей бір белгілі бір жасқа келген кезде, құдай-ау, жаңа алып келесіз, көрінген қыз көп қой көшеде деп. Әкелген екен үлкендер өз жайға болады ғой деп. Осындай бір кеңестерді естіп жатамыз. Бұл қаншалықты дұрыс, бұрыс? Бұл менің жеке өзімнің көзқарасым. Бұл ер адамның әлсіздігі деп түсінемін да. Ер жігіттің әлсіздігі. Ер жігіттің әлсіздігі. Яғни бір қызды қарата алмаған жігіт қой. Бір қызды қалауынан тыс көндіріп па, зорлап па, білмеймін, қинап па алып келу деген енді кейде болып жатады. Ата-аналардың өзі, мысалы, қыздың ата-анасының өзі қашып кет, бізге жеңілдеу түседі дегенде бір салтқа сүйеніп, дәстүрге сүйеніп, енді оның өзі бір жалпы жігіттерге айтамын, ұрлықшы болып атанып қайтесіздер деймін енді. Біз бір-ақ рет үйленетін болсаң, дұрыс нәрсені дұрыс істейік те енді. Менеджментте сондай нәрсе бар ғой, дұрыс затты істеу, сол затты дұрыс істеу деген. Сол дұрыс зат істеп жатырмыз біз, үйленуіміз, бірақ сол затты дұрыс істейік те енді.
Үйленуге дұрыс болатын болса, онда дұрыс үйленейік. Иә. Бірақ сол алып қашып келген азаматтардың өмірінің соңына дейін еретін сөз ұрлықшы деген атау. Менің түсінігімде сондай да. Иә. Жоқ, қайын жұртына барса да сондай бір атаулар қалмайды. Мен естігем да. Бұл қалмайды екен. Дұрыс айтасыз аға. Жалпы бізде мынандай бір түсінік бар аға. Қоғамда ауылдың қызы қаланың қызына қарағанда жақсырақ дегендей. Осыған көзқарасыңыз қалай жалпы? Дәл қазір ол енді Ол өлшем бірлік қаншалық? Ол белгілі бір әсері бар шығар, бірақ ана бір аксиома емес ау. Біреудің гипотеза ғой, біреудің ойы. Мүмкін сонда біреу мысалы бір сәтті отбасы болды, немесе бір келін керемет көңілдерінен шықты. Ол сөйтсе ауылдан қыз екен, ойбай алсаңдар ауылдан алыңдар. Енді бір қыз, жарайды екі қыз, үш қыз деген сияқты ғой. Сіз кім айтты қаланың қыздары жаман деп деген сияқты ғой. Немесе тура сондай өңірге байланысты. Біреу мысалға бір өңірден алды, оның келініс керемет бір сәтті болып шықты да. Менің түсінігімде қазір енді, менің жеке көзқарасым, бір үйдің үш қызы бір-біріне ұқсамайды. Бір үйдің үш қызы сол үш отбасына барады, үш отбасына жағдай үш түрлі тағдыр ғой. Үш ененің немесе ата ененің көзқарасы үш түрлі ғой үш келінге. Бірақ ана үш келін былай қарағанда бір отбасында өскен ол. Бір әке-шешенің тәрбиесін көрген. Бірдей тамақ ішкен адамдар, бір ортада өскен деген сияқты енді. Бірақ әртүрлі жағдай. Бұл жерде біраз мәселелер бар да. Сондықтан жаңағыдай қаланың қызына жақындамаңдар. Алсаңдар ауылдың қызын алыңдар деген сияқты. Ауылда да неше түрлі қыздар бар, қыздарда да қалада неше түрлі қыздар бар деген ғой. Не бір жақсы қыздар бар. Бұл жердегі әр жағындағы сол дайындық, тану, сәйкестік деген нәрселер. Сол маңызды дейсіз ғой. Сол маңызды деп түсінемін. Аға, жалпы бүгінгі таңда біздің қоғамда, мен енді өзім де куәмін, көп жағдайда ата-анасы үйлендіріп жатады баланы. Қалмағында ата-анасы беріп жатады, тойында ата-анасы жасап беріп жатады да. Осы баланың әйелінің алдындағы тұлғалығына әсер ете ме? Сіз 10 жылдан бері осы салада жүрген азаматсыз ғой. Менің жеке өз ойым бұл жерде бұл қатты бір кемшілік, айып деп есептемеймін. Тойды жасап беруге дейін. Бірақ отбасы болғаннан бастап, одан кейін әке-шешенің қамқорлығында болса, материалдық қамқорлық жасап, одан кейін де көмектесіп, білмеймін енді, ата-анасы ауылда тұрады, жігіт қалада тұрады, немесе білмеймін, пәтерін жалдап беріп, майын, шайын, етін, сүтін бәрін апарып беріп, сөйтіп қамтамасыз ететін болса, бұл кәдімгідей келіннің алдында, немесе әйелінің алдында бұл жігіттің абыройына кәдімгі нұқсан келеді деп ойлаймын да. Жақсы. Және бұл той өткізіп, құдалық, қалмалды, әке-шешесі көмектесу, басқасы деген сияқты. Бұл енді әке-шешелердің міндет. Жоқ, бұл көзқарастар өз араларында келісілген дүние деп түсінемін. Келісетін дүние. Одан кейін жігіт қалай үйленді? Мысалы ойлаңыз, біреу студент кезінде үйленді, оның жағдайы бөлек. Университетті бітіре салып үйленді, оның жағдайы бөлек. Біреу магистратура бітіріп үйленді. Біреу мысалға дейік, одан кейін тағы ары қарай оқыды. Біреу медицинада 10 жыл оқыды деген сияқты ғой. Бұның бәрі бала мен әке-шешесінің арасындағы бір келісім деп түсінемін да. Мүмкін кейде жігітке ағалары көмектеседі, әпкелері көмектесіп жатады. Мүмкін ол оқыған шығар. Ал енді жігіт мысалға мектеп бітірді, университет бітірді 20-21 жасында. Одан кейін 6-7 жыл жұмыс істеді, 27-ге келіп үйленді, сөйтіп үйленетін кезде бір тиын ақшасы жоқ деген сияқты. Енді бұл бөлек әңгіме деп түсінемін да. Сол үшін бұл жерде бәрі мысалға бір шешімменен бәрі мынадай болу керек деп айту қиын сияқты да. Өйткені бұл отбасына байланысты. Мүмкін керісінше жігіт әке-шесіне көмектескен шығар. Үйін салып берген жігіттер бар, үйін алып берген жігіттер бар, ағалар керісінше ағаларын үйлендірген жігіттер бар. Түрлі енді тағдырлар, түрлі неше түрлі жағдайлар бар да бізде. Жалпы осы ата-ана екі жас үйленетін кезде қай жерге дейін араласқан дұрыс? Ата-ана араласады ғой енді. Сол қай жерге дейін араласқан дұрыс, қай жерден кейін араласпаған жақсы? Таңдауға дейін ғой. Таңдауға дейін. Таңдау сол тойдың бір белгілі мәселелеріне оның өзінде енді өте абай болу керек та той мәселесінде.
Өйткені қаншама ерлі зайыптылардың проблемасы құдалық кезінде, тәтті шай кезінде, той кезінде басталып кеткен да. Тарихы бүйтіп қазбалап қарайтын болсаңыз, тамыр анау тәтті шайда жатыр ғой. Тәтті шайда. Иә, сол кезде бір-біріне жаңағыдай бүйтіп дұрыс қарамаған, бір ауыр сөздер айтып қойған, мұрнын тыжырейткен, жаңағыдай тыжырайтып, менсінбеу, білмеймін енді. Екінші тараптың көзілдірігімен қарағанда, солардың айтуы бойынша тәкаппарланған, бізді қабылдамаған, өздерін өзінше санаған, бізді бір менсінбеген деген сияқты неше түрлі тақырыптар. Осы ақ па не? Әкелген жасауларың осы ма деген сияқты. Түрлі жағдайлар көп та. Жүзігін беріп жеріп, маған размері келмейді, басқасын салып жерді, немене алған, нашар алтынды салып жергесіңдер, берсеңдер бір дұрыс алтын бермейсіңдер ме деген сияқты. Осындай тақырыптар көп та бізде. Мен мынандай бір не естідім да аға, қыздың қалмалы деген мәселе. Әсіресе біздің оңтүстік жақта бұл қалма мәселесі өте өсіп кеткен кез. Мысалға, оның бірнеше диплом болса, дипломына қарай қалмалы да өседі. Бәрекелді. Сондай жалпы өзіңіз осындай бір отбасыға араласқан сәт болды ма сізде? Мысалға, баланың ақша жетпейді, қыздың қалмалы өсіп кеткен. Осы жерде бала қиналып, қарызданып, жаңағы кредит алып дегендей, осындай бір сәтпен үйленген сәті. Енді оның ар жағы түсінікті ғой, енді ол кредитін төлеу керек, тағысы тағы. Әрбір кредит келген сайын келіншегіне деген ыза немесе бір жеккөрінішілік деген секілді осындай сезімдер оянып, осындай сәттер болды ма осындай отбасылар? Болды, мен мысалы сондай кеңес алған кісілер болды. Түрлі әртүрлі сұрақтармен келеді ғой енді. Менің айтатыным жігіттерге, бастысы тойды, жалпы қалың малын, тойын, ұзатуын, басқа қандай бір ниетсе бар, құдалық бар, кит бар деген сияқты. Оны қарызсыз, кредитсіз өткізу. Өйткені менің көретінім, қай жерде кредит бар, сол жерде береке болмайды ғой. Өкінішке қарай. Бүгін жоқ па, онда жұмыс істеңіз, ақша табыңыз. Соған білмеймін, сіз қалаған қыздың қалың малы қымбат болатын болса, ақша табу керек шығар енді бәрі. Алладан дұға қылыңыз, сұраңыз, туысқандарыңыз көмектесетін шығар. Бірақ жігітте жағдай жоқ, кейін қайда тұратын енді, дұрыс тұратын жері жоқ, әлі біраз нәрсе шешілмейді, маңызды емес. Бас екеу болмайды, мал екеу болмайды. Ол жағынан қорықпау керек деп түсінемін да, езық несібесіне. Бірақ той қарызсыз, кредитсіз өту керек қой бастысы. Одан кейін қалмалға келген кезде де қатты бір жерге ұрып, саудаласудың да қажеті жоқ деп түсінемін да. Сұраған егер ақылға сыйымды болса беріңіз, ала алмайсыз ба, шамаңыз келмей ме, онда қинамаңыз. Онда жаңа айтқандай құмырсқа жолыңды біл. Аяз би әліңді біл деген нәрсе ғой. Енді ол қызға шамаң келмесе деген сияқты. Бұл қалмал мәселесі бізде кішкене андай дұрыс көзқарас қалыптасу керек деп түсінемін да. Жақсы. Аға, біз енді 2022 жылғы ажырасу статистикасын қарадық. Енді шын жаған сататын дүниеге жолықтық та. Енді бәлкім сіз енді бұл күніге алдыңыздан шығып жатқан жайт қой. Бәлкім сіз үшін бір таңсық дүние шығар. Өкінішке орай түсінікті жалпақ тілмен айтайықшы, 100 отбасы үйленсе, соның 40 отбасы ажырасып жатыр екен бүгінгі таңда. Мысалы қараңызшы. Мен енді бала күнімізде енді менің қатарлас, менімен деңгейлес азаматтардың бәрінің отбасында болған жайт. Мынандай жайт болды бәрімізде. Енді ол кез бөлек заман еді, әкелер ішетін еді. Ішіп келіп, отбасына өзінің концертін қоятын күнге кешке. Сонда сол концертке шыдап, төзіп, аналарымыз қанша таяқ жесе де, бірақ аузынан ажырасамын, мен кеттім, шаршадым деген сөздерді естімейтін едік. Бәлкім айтқан шығар, бөлек бөлмеде айтқан шығар, бірақ біз естімедік те. Бірақ сондай аналар шыдап шықты да. Ал бүгінгі таңдағы жастар үйленгені кеше, мысалға, жарты жыл болмаған ажырасуы. Осы жердегі мәселе не нәрсе жалпыға? Шыдамдық жетпей жатыр ма? Или иман жетпей жатыр ма? Бұл жерде енді өз отбасын ұстап тұрған нәрсе не деген сұрақ туады ғой. Мысалға, қандай бір отбасын алатын болсаңыз, мынандай бір сұрақ қойсаңыз, неге ажыраспай жүрсіздер деп. Әркім өзіне қойсын, неге мен ажыраспай жүрмін деген. Ажыраспай жүргендер деймін да. Менің түсінігімде бұл жерде бірнеше фактор бар ғой ұстайтын. Оның біреуі төменгісі,
ол қорқыныш. Иә. Мысалы әйелде бір қорқыныш болуы мүмкін. Аша кетсек осы қорқынышты. Қайтып барса, ата-анасына сөз келеді деген қорқыныш па? Жоқ, ол бөлек. Қорқыныш деген бала шағамды қалай асыраймын? Далада қалып қоям ба деген. Ертең 3 балам бар, баратын жерім жоқ. Әке-шешем қабылдамайды мені босада. Немесе әке-шешесі өмірден өтіп кеткен болуы мүмкін. Түрлі жағдайлар болуы мүмкін, әр түрлі. Мысалға, өткен жолы ғана менің алдыма бір әйел адам келді. Әке-шешеммен қарым-қатынасым дұрыс емес менің дейді. Мен білемін, оны жеңгем бар, жеңгесімен де ұрысқан кезінде біраз балдалап кеткен арада қарым-қатынастарды. О жаққа менде орысша айтқан достық жоқ дейді маған. Баратын жол жоқ, есік жабық мен үшін. Қазір мені қабылдай қояды, міне деп қабылдай қоятын жер жоқ. Сол үшін енді ол дайын болып тұр ғой былай айтқанда. Не, әйтеуір шыдау керек. Қорқып тұр да, баратын жері жоқ. Шарасыздық. Яғни бұл қорқыныш, шарасыздық деген нәрсе ғой. Бір рет бір әйел келді, я менің күйеуім, мен енді былай ақшасын тауып жатыр, жағдайым жасап жатыр. Бірақ маған ол күйеуім қызық емес дейді. Арада ешқандай сезім жоқ менде. Оны ұстап тұрған мені бір-ақ нәрсе. Ол бала шағамның тек қана күнкөрісі деп тұрды. Егер ол күнкөрістің тақырыбы шешілетін болса, күйеуге сол күні сау бол деп айтайын деп тұр ғой. Яғни бұл қорқыныш, шарасыздық. Одан жоғары ол ұят деген нәрсе. Енді менің тәжірибемде біраз адамды ұят деген нәрсе ұстап тұр. Ал баға ажырасып кеткендерді бұл нәрселер ұстамаған да. Ал бізде уақыт өткен сайын, мысалға, кеңес үкіметі келді, біраз шайқап жіберді бұл ұят деген институтты. Бізде енді қазір азайып келе жатыр уақыт өткен сайын. Ұят деген нәрсенің қалыптасуына не себеп болады, фактор қандай деген кезде, бір зерттеулерге сүйенсек, ауылда өскен балада ұят деген нәрсе ол құндылық болады екен да. Мысалға дейді, егер де ауылда тұрады дейік, былай бәлен үйді, 10 шақты үй, 20 шақты үйді таниды, кім екен деген, былай таниды деген сияқты қаншама көршілер бар да. Ода жаңа көшеде жүрген кезде, мынау бәленшенің баласы ғой, мынау бәлен түгеншенің баласы ғой деген сияқты, бәлен түгеншенің қызы ғой деген нәрсені естіген бала кішкентай кезінен оған ұят деген нәрсе сіңген дейді да, елден ұят болады деген. Ата-анамнан ұят болады, ата-анамды жерге қаратпаймын. Баяғыда ажырасып кетеді. Тек әке-шешем даяйым. Өздерінің денсаулығы жоқ. Жетісіп жүргені шамалы. Немесе мынадайларды естиміз. Бір әпкем ажырасып келген кезінде үйде отыр. Оның үстіне мен баратын болсам, жығылғанға жұдырық болам деген түрлі жағдайлар бар да. Яғни бұл ұят деген нәрсе жаңа ауылда әсіресе өскен, көпшіліктің арасында өскен, жаңа танып, сондай бір ортада өскен бала үшін ұят құндылық болса алады, көбінесе. Немесе біреулер мысалы ажырасып жатса, қалаға кетіп қалады деген сияқты білінбейтін жері. Ал қалада өскен бала болатын болса, ода ол ұят деген нәрсе, елден ұят болады деген нәрсе өте азайып кеткен. Неге? Өйткені дейді, жаңа зерттеулерге, әлеуметтік зерттеулерге қарасақ. Подъезде мысалы, ол биік үйде тұрады. Үйде тұрады, пәтерде дейік, дом дейді ғой енді. Пәтерде тұрады. Подъездіндегі ойлаңыз, 5 қабатты. 5 қабатты үйде тұрады. Енді сөндеді, әр қабатта 3 пәтерден бар деп айтатын болсақ, өзінен басқа 14 пәтер бар ғой. 14-інде танымы. Ішінде біреу-екеуін ғана танымы болды. Яғни бұл ұят деген бір қасиетті елден ұят болады деген, тудырмай деген, бір сіңірмей деген. Көрдіңіз бе? Сонда ұят деген нәрсе, мысалы біздің аға буынның біразын, әке буынды, аналарымыздың буынын ұстап келді бұл. Ал қазіргі жастарға келген кезде, бұл қатты жұмыс істемей тұр ғой, ойлаңызшы. Одан жоғары ол сабыр ету, сабыр дейді ғой. Сабыр ет, не істеймін, енді қазір ажырасқанымен не болады? Қайда барам деген. Қайда барам, немесе балаларымды жетім қылам ба? Шыдайын енді. Сабыр түбі сары алтын ғой, аналарымыз да шыдаған деген сияқты. Бұл енді шыдау, сабыр ету, көну деген сияқты. Осындай бір белгілі құндылықтар бар да. Одан жоғары ол шүкірлік. Енді бәленшенің отбасына қараған мен шүкір ғой деген нәрсе. Ана әйтеуір күйеуім енді күнде ішпейді ғой әйтеуір. Арасында ішеді.
бәленше ұқсап күнді өшіп ішсе әйтеуір келіп жата қалады деген сияқты, әйтеуір сондай бір одан жоғарыда кете береді деген осындай тағы бірнеше фактор бар ғой біздің отбасыларды ұстап тұрған. Ал егерде 40% деп айтатын болсақ, жаңағы ажырасқан 60%-ның жағдайы не отыр? Ол бір Құдайға мәлім ол нәрсе. Дұрыс айтасыз аға. Аға мынандай бір жайт көрдім, өзіме қатты бір әсер етті. Бір тойда отырмыз. Енді тойды білесіз ғой. Чымкенттің тойын білесіз жалпы. 500 адам, 600 адамға дейін. Сол тойда бір жайт маған қатты әсер етті. Бір енді елге танымал бір әнші келіп, сол жерде бір әнін айтып жатыр. Сонда жаңағы ерлі-зайыптылар барды да, әйелі сол әншінің жағына тұра қалып суретке түсті. Күйеуі суретке түсіп жатыр да. Ер адам әнші? Иә, ер адам. Осы жағдай маған қатты әсер етті да. Күйеуі қолынан жетектеп апарып, әйелін қолып қойып. Үйленіп жатқан жігіт пе? Жоқ, қонақтар ғой, тойға келген қонақтар. Сосын әйелін қолынан ұстап жетектеп апарып, әншінің жанына қойды да, өзі телефонмен суретке түсіріп берді. Мен ойладым да, мына жерде күйеуі өзі, сонда әйелін жаңағы әншінің жанына апарып түсіру деген нәрсе маған қатты әсер етті да, жалпы. Осыған көз қарасыңыз ғой. Оң әсер етті ме, теріс әсер етті? Теріс әсер етті. Ана күйеуі былай айтқан кезде қандай күйеу деген нәрсе да? Өз әйелін қызғанбай ма деген. Сен кішкене ойлансайшы деген нәрсе ғой енді. Өзімнің ішімнен қатты не қалдым да, қынжылдым да. Осындай жағдайларға не айтасыз? Жалпы байқайсыз ба, тойда көп. Әсіресе елге танымал болса, әнші болсын, кез келген азаматтың жанынан табылатын әйел кісілер. Бұл енді құндылықтар жүйесі деп түсінемін да. Не құндылықтарына қарай ғой адамдардың. Ол норма болуы мүмкін ол жігітке деген сияқты. Сонда ана еркекке айтқым келеді да, сенің әйелің ана еркекті жақсы көріп тұр ғой, әйтеуір белгілі бір нелерін. Жаңағы құрметтеуі мүмкін. Онымен жаңағы оның не тыңдарманы болуы мүмкін, оны кумир тұтуы мүмкін, түрлі жағдайлар болуы мүмкін деген ғой да. Ол жігітті оны ерсі көрмеуі мүмкін ол нәрсені. Оны тұрған ел адамы, елдіге танымал кісі онымен суретке түсу деген сияқты. Енді әркімнің бұл не ғой, әркімнің түсінігі әртүрлі ғой деген ғой енді. Иә. Сіз үшін нормально ма негіз? Ол менің жеке көз қарасымда. Мен енді көз қарасымда оларға таңи алмаймын ғой да, бүйтіңдер, сөйтіңдер деген сияқты. Өздерінің таңдауы, өздерінің шешімі деген ғой енді. Иә. Жақсы. Аға, мынау жақында менің бір медик інім бар еді. Сол кісінің алдына бір прокурор кісі келген ғой. Ана прокурор кісі өзінің өкінішін айтып жатыр да. Мен енді қызметте отқанымда дейді жаңағы. Күніге кешкісін $3000 қайтпайтын едім дейді. Үй салған, үйткен жағдайын жасаған. Енді бүгінгі жеткен жетістігі әйелін тыңдамайды дейді. Әйеліме сөзім өтпейді дейді. Бала-шағам тыңдамайды дейді. Немерелерім де мені тыңдамайды дейді. Және немерелерім бір жаққа кетіп бара жатса, сендер не алып сұранбайсыңдар десе, апам айтқам деп солай шығып кетеді деген де үйінен. Сонда бұл заңдылық па өзі? Жасы келген кезде бәрі әйеліне жығыла қалу деген. Біз енді әлі жаспыз ғой. Ол неге келген жоқпыз? Жалпы осы бір неден ақсағандықтан нәтижесі сондай болып жатыр. Бұл өзінің себептері бар ғой, факторлар көп қойған. Мысалы, ер адам өзінің қолынан береді ғой, айтқанда. Билікті болсын, абыройды болсын, түсіреді, өз абыройын төгеді, құрметін жоғалтады, тізгінді береді. Бұл бәрі ер адамның өзінің әлсіздігі ғой. Әлсіздігі, қауқарсыздығы деген сияқты ғой. Өйткені ер адам үйренбеген, отбасын басқаруды үйренбеген. Ол прокурор болса, прокурорлықты үйренді, заңды үйренді. Мысалға деймін, белгілі бір саланы үйренді ол. Сол істің маманы болуы мүмкін. Сол мекемедегі мысалға таптырмас маман болуы мүмкін ол. Бірақ ол ер болуды, отағасы болуды үйренген жоқ қой. Мәселе осы жерде дейсіз ғой? Осы жерде бұл біліммен байланысты дүниелер. Бұны кәдімгідей мысалға қалай ер болам, қалай әйелді тану, оның табиғатымен танысу, онымен дұрыс қарым-қатынас құралу, бағана айтқан. Өзін басқару, қарым-қатынасты басқару, қасындағы кісінің жағдайын сезіну деген тақырыптар, біраз тақырыптар бар бұл жерде. Жақсы.
мынандай мәселе да, жалпы көп ата-аналар болсын, үлкен кісілерден естіп жатамыз ғой. Әйтеуір бәрін жеңдім да, осыған келгенде жеңіліп қалдым деп жаңағы. Беріліп жатқан көресің да. Мысалы, осы тұста әйелінің енді қоғамда бір үйреншікті жағдай болып кетті ғой, байқайсыз ба? Саунаға барып жаңағы әйтеуір білген істеп дегенде немесе бір әйелдің көзіне шөп салып деген нәрсе бір үйреншікті жағдай айналып кетті да. Осының әсері де болуы мүмкін ба сол? Иә. Біз әсіресе жігіттер қауымы отырған кезде әйелі звондақпаса, жаңағы көп жігіттер сол жерде телефонын алып әйелімен сөйлесуге қымсынады. Не занят бастайды, не шығып барып сөйлесіп келеді. Емін-еркін алып, алло, не болды деп былай сөйлеу көп жігіттерде жоқ. Мен де байқаймын. Өз ортамнан да байқаймын кейде. Мысалға. Білмеймін бір. Осы жердегі бір комплекс па, или бізге тән қасиет па бұл? Немесе бір ағадағы бір нені білдіре ма? Немесе жаңа әйелің звондап жатыр ма? Әйелің жаңа бізде де осындай ғой жаңа достардың арасында әсіресе. Әйелің шақырып жатыр ма деп жаңа. Не болып қалды? Әйеліңе звондап келіп қалды ма деп кекетіп мұқатып отырамыз да осы. Бұл енді комплекстеріміз ғой өзіміздің. Проблемаларымыз ғой, ойдағы, түсініктегі. Ол жерде бірнеше себеп бар деп ойлаймын. Біріншіден әйеліменен қысылады сөйлесуге достарының алдында. Жаңағы. Онысы тағы да басқа жағы болуы мүмкін да оның. Екінші жағы болуы мүмкін. Екеуінің қарым-қатынасы дұрыс болмауы мүмкін. Сол кезде әйел қазір эмоциясын жаңағыдай бір ашуын, агрессияны көрсетіп жіберуі мүмкін. Мысалға деген ма енді. Ол жерде айғайлап қалуы мүмкін. Ана жақтан түрлі дауыстар шығып қалуы мүмкін. Сол үшін мен сақтанамын да ол нәрседен. Достарымның алдында айтқанда болмайтын жерде бір абыройым төгіп аламын ба деген сияқты. Тыныш кейін жақсы ма сол сөз жалғыз емес. Бүйтіп қалайсың жаным? Не жаңалық бәрі дұрыс па деген сияқты бүйтіп сөйлесу. Одан кейін бағана сезімдерді әйелменен мысалы бір керемет қарым-қатынас екенін көрсету, мысалы арқа-жарқа сөйлесе алу, ол да айып қой біздің түсінікті деген. Ол да біздің бір стереотиптер ғой, теріс қалыптасқан. Жалпы бізде мынандай жағдай бар да, бір ұят санаймыз. Немесе бір әйеліне жеңіліп қалған бейнеде қалыптасқанда бізде. Мысалға әйеліне көмектесу, шай жасасу, немесе шайын бір жинап жібере салу, қонақтардан кейін келген қалған заттарды тасқа салу ас бөлмеге дегендей. Осыған бір көмектескен болса, сол бір әйелінің қорқатын сияқты ма, немесе бір әйеліне беріліп қойған сияқты ойлаймыз да. Бұл қаншалықты дұрыс? Біздің проблемамыздың бірі, меніңше біз әйелмен қарым-қатынасқа келгенде бір екіжүзділік бізден көрінетін сияқты. Өйткені елдің алдында басқаша қарым-қатынас жасаймыз, жеке қалғанда басқаша қарым-қатынас жасаймын ғой. Біз көмектесе аламын, мен көмектесемін негізі әйеліме. Бірақ біреу қарап тұрса істей алмаймын да оны. Туысқандарым, достарым, оның алдында бір жаңағы подкаблучник сияқты сезінемін өзімді. Проблемамыз да біздің. Енді әйелімен қарым-қатынаста бір жүзді бола алмаймын деймін да енді. Түрленіп тұрады ғой, былай айтқанда, түрленіп тұрамын да. Әйелге көмектесу айып па? Көмектесу айып емес, бірақ қандай жағдайда, неде, қалай, бұл енді жалпы әйелге үй шаруасында бір қажеттілігіне көмектесу бұл айып емес деп түсінемін. Бірақ оның өзі қаралады. Не мәселеде, қалай болды деген сияқты бұл енді индивидуалды қаралатын мәселе деп түсінемін да. Қайынжұртшыл деген бір түсінік бар аға бізде. Күшік күйеу бала деген немесе. Осыған не айтқан болар едіңіз? Жалпы ер азамат қайынжұртымен өзінің байланысы қандай болу керек? Енді қысқаша қайратын болсақ, күйеу баланың қайынжұртқа жақын болуы жалпы бұл айып емес деп түсінемін. Қазір енді жақындықтың өзі әртүрлі ғой. Осыны ажыратып алайықшы, жақындық деген. Жақындық деген кезде мысалға кәдімгі географиялық жақын болуы мүмкін, немесе эмоционал жақын болуы мүмкін. Жақындықтың түрлері көп та. Мен мысалы жақын тұрам ба, бір қалада тұруым мүмкін. Жиі барып тұрам ба? Жоқ әлде мысалы алыста болса мен жиі хабарласам ба? Біздің мысалы арамызда қарым-қатынасымыз күшті болуы мүмкін да. Бұл жердегі бір ажырататын дүние мынау деп ойлаймын. Мен қайынжұрттан алам ба? Және берем ба? Жоқ әлде алмасып тұрам ба деген. Осы мәселе маңызды деп түсінемін да. Өте маңызды дүниелердің бірі.
яғни жігіт күшіктеу деген кезде әр жағында оның анықтамасы жалпы қайын жұрттан көмек алатын адам ғой енді. Енді әртүрлі деңгейде немесе жаңа бізде енді күшіктеу деп көбінесе қайын жұрттың қолына кірген адамды айтады. Менің түсінігімде қолына кірген, қалада үйін алып берген, жұмысқа кіргізіп берген, проблемасын қайын жұрт шешіп берген, көп та енді мәселе. Енді біздің қазір қоғамда егер мысалы білсе, ол осы жұмыста қазір қызметте қайын жұртының себебімен отыр десе, біраз адам оны біраз жерден алып жерге салайын деп тұр ғой. Ал енді күйеу баланың көмектесуі қайын жұртқа ол мырзалық. Қазақта бар дүние. Жалпы мырза күйеу деген түсінік. Әрбір қазақтың жігіті мырза күйеу болу керек деп түсінемін. Бергені болу керек қой қайын жұртқа. Мен күлемді жігіттерге қызын аламыз. Одан кейін қайын жұрттың қайта-қайта көмегін аламыз да. Соғымын аламыз, майын аламыз, нанын аламыз, сүтін аламыз, үй салатын болсақ кірпішін аламыз, басқасын алып көпті алатынымыз. Қайын жұрттан көмегін аламыз, теңгесін аламыз, ақшасын аламыз деген сияқты. Қызын алдық, шүкірлік демейміз деймін да, соны қанағатты айтып. Керісінше сіз қарысыз қызыны. Бергенмен кезінде оның қалмалын. Қалмал бөлек қой. Ол менің ойымша жай бір ресми нәрселер ғой. Сол қызға берілген қалмал, білемін енді қазіргі. Мысалға деймін, дәл қазіргі уақытта қызға берілген қалмал қыздың жасауына да толық жетпейді ғой негізі. Қаншама қызды ұзатқан ата-ана бәлен жылдап қарызын төлейді ғой, қызды шығарып салғаннан кейін. Ойлаңыз. Осы дұрыс нәрсе ма деймін да, кейде. Енді үйленген жігіт түсінікті ғой енді, бірақ қызын ұзатып отқан кезде бір тыраштанып жатамыз ғой жаңағы. Қызын жіберді, қызынан айырылды деймін еді айтқанда, қызын шығарып салды, берді. Бұл кезде жасауын берді. Ол қарыз болып қалды да өзі, ата-ана. Қиын жағдай ғой негізі. Негізі осы жерде бір қатты бір неге бармай қойғанда дұрыс шығар, жалпы ондай бір. Өзара келісілетін дүниелер ғой. Бірақ біздік сол бір белгілі сағаттарда өтетін рәсімдер біз үшін өте маңызды ғой. Құндылығы жоғары айтқан ұят болады. Ел көрсін, ел не дейді деген өзі біз үшін қатты рөл ойнайды осы нәрселер. Сол үшін тыраштанып бір шашылық басақ та әйтеуір жылдап, мысалы ойлаңыз, өткен жыл 16-шы жылы ма, кеше осы жақын арада естіген бір жақын адамнан естідім. Бәленшелердің қарызы деген нәрсе ол 16-шы жылы 2016-та осыдан 7 жыл бұрын қызы тұрмысқа шыққан. Содан бері 7 жылдан бері әлі төлеп жатыр екен де кредитін ойлаңызшы. Не оған қарыз ол, не деген бітпейтін кредит. Сонда қанша ақша алған ол? Не үшін алған деген мен білмеймін, мені кірістірген жоқ. Бұл айтқанда бір жақын кісіден естідім сол нәрсені. Сонда мен білетім 16-шы жыл ұзатқанда олар қыздарын. Сонда не деген жарайды енді. Мысалы, қарызды 2 ай төледі, 5 ай төледі деген, бірақ 7 жыл әлі ол біткен жоқ ол. Ол қанша әлі қарызы бар, оны бір құдай біледі дейді. Жалпы қоғамда бізде психологтар көбейіп кетті, байқайсыз ба? Инстаграмда, басқа әлеуметтік желіде тренинг жүргізетін. Сонда кейбір психологтардың мынандай сөзін естідік қой, сіз естіген шығарсыз. Күйеуің ішетін болса, ажыраса сал. Не қыласың ондай күйеуді? Деп. Емдеу жолын емес, керісінше шешу жолын айтып жатыр да. Мысалы, не қыласың ондай күйеуді деген. Бір түсінікте. Осындай азаматтармен сөйлесіп көрдіңіз бе жалпы осындай бір психологтармен? Енді сіз де осы салада жүрсіз ғой. Кездесіп, былай бәріміз ортақ былай емдейік дегенде, немесе осы жолда қоғамды бастайық жақсылыққа деген сияқты бір сәттер болды ма сіздерде? Сол азаматтармен әйел кісі болсын, мейлі ер кісі болсын, бір келісіп, өзіңіз секілді сол салада жүрген азаматтармен. Енді бізде әртүрлі адамдар бар, мысалы әйел адамдар бар, ер адамдар бар, әртүрлі ғой енді. Біраз әріптестер бар ғой, осы салада жұмыс істеп жатқан. Бағанағы айтқан нәрселер менің ойымша таста, ал, ажырас деген нәрсенің әр жағында, шешімнің әр жағында, немесе кеңестің әр жағында жауапкершілік жатады ғой. Егер сол жауапкершілік алуға дайынмын десе, және ол оны тыңдаса, жауапкершілік екеуінде, бірақ бірінші кезекте кеңес берген адамда ғой. Әсіресе сол үшін осындай кеңес беретін адамдарға айтарым, сақ болу керек қой. Біз ажырастырмаймыз адамдарды.
біз адамдарға дұрыс шешім қабылдауына көмектесеміз, яғни саналы түрде бір шешімге келуіне. Мысалы, ажырасам деп келген отбасының өзіне қандай варианттар бар отбасын сақтап қалуға, соны көрейік. Ешқайсысы болмады, ешқайсы жұмыс істемеді, нәтижесіз болса, ол кезде көреміз. Өйткені ол, мен айтатын, ол 7-ге 24-ге 7 былай айтқанда. Ол есік ашық. Кез келген уақытта ол есікті ашып кете аламыз одан. Ажырасу біз үшін қашпайды. Басқа варианттарды көрейік. Және ол адам өзі келу керек та, мен мына әйелмен қайып тұрады, тастасайшы мына әйелмен. Немесе мына күйеуді не істейсің деген сияқты. Түрлі жағдай болуы мүмкін. Сырт көзбен қарағанда мыналар қалай тұрып жатыр, мына баяғыда тастап кететін адам ғой деп айтуымыз мүмкін. Оның өздерінің ішкі дүние, ішкі жағдайын білмейміз ғой біз. Ал біз сырттан келеміз да, неге сендер менің мысалға деймін да, енді қалауымен, немесе мен қалағандай, мысалы, менің көзқарасыма сай неге өмір сүрмейсіңдер? Сендер дұрыс өмір сүріп жатқан жоқсыздар, сол үшін былай істеңдер деп өзімдікін таңу қателіктер. Қателік, үлкен қателік. Жалпы біздің көрермендерге осылай айта кетіңізші аға. Жалпы егер осындай бір тренингтер болсын, жаңа кеңес беретін азаматтың немесе азаматшаның жеке өмірін білу маңызды ма? Кейде мен сол кейбір психологтарға қарасам аға, өкінішке орай, өзінің күйеуі жоқ та. Бақ күйеуі барлығы әңгіме айтып отыр да. Енді түрлі адамдар бар ғой біздің қоғамда. Бұл жерде әрбір адам өзі, менің түсінігімде әрбір отбасы ол уникальный дейді орысша. Бір-біріне өзінше бөлек. Ол басқа отбасынан ұқсау шарт емес. Сондықтан дәл осы сұраққа келген кезде бір отбасы белгілі мына отбасына еліктеу керек дегенге өзім қолдай бермеймін. Өйткені бір отбасы екінші отбасыға ұқсамайды. Жарайды, біреу жақсы көресіз, немесе андай бір мағынаны айтып жатырмын да, бір аға ретінде, әпке ретінде, біреуді үлгі тұтасыз, біреуді өнеге қыласыз өзіңізге. Бірақ оның өмірі басқа, оның өмір сүру салты басқа, олардың құндылығы басқа. Сіздің бөлек қой жағдайыңыз. Істейсіз оны қиналып өзіңізді. Адам бірақ қана адаммен жарысу керек дейді. Мен бүгін кіммен жарысам, мен бүгін деген кезде, кешегі өзіммен. Ертеңгі мен жарысам, бүгінгі өзіммен. Бүгін мен қандаймын, ертең өзім қандай болсам, ертең содан жақсырақ болуға тырысу. Анамен жарысып, мынамен жарысып, ол бітпейтін дүниеде ол. Сонда мақсат қандай? Здесь и сейчас деген нәрсе бар да. Дәл қазір және осы жерде деген. Осы жерде әйелімен қарым-қатынасты бүгін керемет қарым-қатынас құра алу. Бүгін күшті бір мәміле жасай алу, оның бүгін көңілін таба алу, оның көңіліне бүгін қуаныш сыйлай алу деген сияқты ғой. Өте маңызды мәселе деп түсінемін. Сондықтан тағы да бір айтатын мәселе, менің жеке өзімнің ұстанымым, егер біреу келіп мені өз мәселесін араласпаса, мен оның мәселесін араласпаймын. Тоқташы, не проблема бар сияқты ғой. Дұрыс емес қой мынау. Мысалы, кафеге дейік отырып, немесе бір ерлі-зайып кіріп келді, ұрысты екеуі. Не бір сұққанда жабы сөзге келіп, немесе екеуінің қателіктерін көріп тұрмын да мен енді. Тоқтаңдар, сен дұрыс өмір сүріп жатқан жоқсыңдар. Мен сендерге дұрыс өмір сүрудің жолын көрсетейін деген кезде ол қалай дейді оның? Шекарасына кіріп кеттім ғой, мені шақырған жоқ, маған рұқсат берген жоқ, менен көмек сұраған жоқ. Егер де ерлі-зайыптар келсе өздері, ол бөлек әңгіме ол. Мені араластырған шеңберге дейін араласа алуы менің. Осы нәрсені біз ажыратып алуымыз керек деп түсінемін. Ал енді біраз адамдар бізде менде құқық бар деп түсінеді. Ата-ана мысалы баласының өміріне, қызының өміріне қолын сыбап тұрып кіреседі, менде құқық бар дейді, өйткені ол менің балам. Ол сенің балаң дұрыс, бірақ оның нешеде ол бала? 3-тегі бала ма ол? Жоқ 13-тегі бала ма? Жоқ 33-тегі бала ма? Осыны ажыратады, ол үйленген адам ол. Ол ақыл тоқтатқан, деп айтқан, ақылы бар, кәмелетке толған, отбасының жауапкершілігін алған адам ол. Кішкентай бала емес қой. Ол әйеліне жауапкершілікті өзі алған. Сіз оның ата-анасыз. Бірақ сіздің оның кірісуіне ол құқыңыз жоқ сіздің. Кешіріңіз, осы тұста бізде мынандай түсінік бар ғой, кейбір аналар айтады, қызым, ішіме сыйдың ғой, енді сыртыма да сиясың, қайда қойшы дейтін. Аналарға не айтасыз? Бұл енді, бұл жерде қызға ақылды болу керек деп түсінемін да. Қыз бен жігіт өзінің, егер екеуінің отбасы берік болса, қамалдары мықты болатын болса, ешкімді араластырмаса, ешкім ол отбасын әсер ете алмайды деп ойлаймын да, сырттан, Алланың қалауымен. Сол үшін екеуіне қарым-қатынасы мықты болу керек қой екеуінің.
қыз бен жігіт. Жақсы аға. Уақытымызды біршама жақындап қалған екен. Менен соңғы сұрағым болсын сізге. 5 құндылық айтыңызшы. Ер жігітке. Ер жігіт жалпы қосылайық. Көп емес пе деген ма? 5 қызға и ұлға. 5-5-тен бір құндылық айтайықшы аға. Мұқият тыңдаңыздар. Қандай болу керек деген кезде ер азамат. 1, 2, 3, 4, 5. Қызға да дәл солай. Көп па? Жақсы шеу. Жігітке айтайық та, үйленетін жігітке ме екен біреу не бар? Үйленетін жігіт қой, айттым деп жатқаным. Үйленетін жігітке айтатын кеңесіміз бірінші өзін тану. Мен кіммін деген сұраққа жауап берген оның астында кіммін, құндылықтарым қандай, ұстанымдарым қандай, болашақта өзімді қалай көремін деген сияқты. Осы мәселе өте маңызды. Одан кейін соның негізінде маған қандай жұбай, қандай адам, қандай әйел адам керек екенін анықтау ғой. Және оны тану. Кемшілігімен, ерекшелігімен, артықшылығымен тану өте маңызды дүние деп түсінемін. Одан кейін барып осыған қатысты білім алу керек қой жігіт. Яғни әйел психологиясы, әйел табиғаты, әйел болмысы, әйелдің ерекшеліктері, яғни алатын адамның табиғатымен танысу, оған қатысты қаншама жазылған кітаптар бар. Өте маңызды дүние деп түсінемін. Одан кейін барып төртінші бұл ата-анасын дайындау. Ата-анасымен сөйлесу, ата-анасынан сұрау, қандай келін күтеді, одан не күтеді, қандай келін қалайды деген сияқты. Осы өте маңызды мәселелер. Және өте бір қалдырмайтын дүние бұл Алладан хайырлысын сұрау ғой. Дүние үшін, ақырет үшін. Өте маңызды. Бұл біз таппай тұрып, іздеп жүрген Алладан хайырлысын, енді хайырлы жар, хайырлы әйел, хайырлы отбасы деген нәрселерді әрдайым Алладан сұрау керек деп түсінемін да. Жақсы, рахмет аға. Қызға ішу бола ма? Қызға қарындастарға айтатын не бағана ол да ұқсас деп ойлаймын да. Жаңа бірінші мәселе ол өзінің тани алу, өзінің қалауын, өзінің болашақта қалай көреді. Одан кейін бізде мысалы үйленбе деген кітапта отбасы миссиясы деген бар да. Сол миссияны анықтап алу әйел адам. Осы жерде көліктердің суретімен, яғни бұл жерде біз ерлі-зайыптылардың 4 түрлі миссиясы модельдері болады дегенбіз. Ол мысалы 4-ші модельдің 3-ге бөлінеді деген, сол модельді анықтап алу керек қой. Әйел адам. Кішкене кіріспей жүрсеңізші. Кітапқа ойлансын жаңағы. Бұл жерде енді біз қазір тәжірибеде қоғамда көріп жүрген миссияға қатысты 4 түрлі модель көреміз да жалпы отбасыларда. Сол модельдерді оқыса, сол модельдермен танысса деймін. Сол модельдердің ішіндегі өзіне қайсы керек, соны анықтап алса. Соған қарай дайындық көрсе деймін да қыз бала. Өте маңызды. Одан кейін қыз балада жігіттің психологиясын оқу керек қой. Өйткені оған қатысты қаншама кітаптар бар. Ер адам деген кім? Оның қалауы не? Оның құндылықтары, оған не маңызды? Онымен қалай қарым-қатынас дұрыс құруым керек? Деген кезде. Және бағана дұға ғой тағы да қыз балаға. Осы дұғаны қалдырмау керек деп түсінемін жігітті қызды. Рахмет аға, ашық сұхбатыңыз үшін. Шақыруымыз қабыл алып тағы. Рахмет. Ал, құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Жақсылықта жолыққанша.